Құрметті әріптестер, достар, қазіргі таңда біз ауыртпақшылығы ортақ ерекше жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Айтпай келген індет адамды да, қоғамды да өзгертті. Ең бастысы, бірлік пен өзара түсініскен тірліктің маңыздылығын көрсетті. Мұндай қиын кезінде біз ең алдымен аурумен арпалысқан дәрігерлер мен сақшылар, әскерилер мен еріктілер туралы көп естиміз, көп көреміз. Бірақ осы ақпараттың артында кім тұр? Оны көрерменге жеткізу үшін қандай қиындықтардан өтіп, денсаулығын қатерге тігіп жүргендер кімдер? Бұл туралы көп айтылмайды да, жазылмайды. Бүгін міне, мен осы кемшілікті түзетіп, дала мен қалада, көшелер мен студияларда, бірі халықтың қасында болса, бірі компьютер басында қызметін адал атқарып жүрген журналистер жайлы айтқым келеді. Дәл қазіргідей қиын уақытта әрбір үйге, әрбір азаматқа шынайы ақпарат керек. Елдегі жағдай мен ертеңгі жоспар туралы маңызды мағлұмат пен айшықты ақиқат қажет. Бұл журналистерсіз мүмкін емес. Олай болса, олардың күнделікті еңбегі де ешкімнен кем емес. Қайта маңызы күннен күнге артып, өзектілігі өсуде. Ендеше, өз басым осы еңбекті ерекше бағалай отырып, барша әріптестеріме зор ризашылығымды, алғысымды білдіргім келеді. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, ел игілігі жолындағы жұмыстарыңызға тек сәттілік тілеймін.